Қайырлы күн, құрметті тыңдарман, көрермен, көңіліңіз жайдарлы, күніңіз сәтті өтсін. Ал біз әуе толқынында сәтті күн бағдарламасын бастаймыз. Сіздермен бірге болатын мен Айдана Болатқызы, және сіздерді әсем әуенмен әрлеп отырған, пультте отырған қызымыз Алданыш. Және де бізге бүгін қонағымыз бар, студияға келіп отырған, көптің алғысына бөленіп, тойдың көркі болып жүрген Игіліков Нұрислам Жұмағалиұлы. Нұрислам мырза, студиямызға қош келдіңіз. Қош көрдік. Көңіл күйіңіз қалай? Өте жағып тамаша. Сәтті күн бағдарламасына алғаш келіп отырмыз, Алла қаласа. Көңіл күй жақсы сұхбат болсын. Ендеше бағдарламамыздың шымылдығын әсем әуенмен ашып алайық, содан кейін сұхбатымызды бастайтын боламыз. Достар, осындай құлақтың құрышын қандыратын әсем әуеннен кейін біз сұхбатымызды бастаймыз. Нұрислам мырза, жалпы өзіңіз қай өңірдің тумасысыз? Өзіңіз жайлы қысқаша айтып кетсеңіз. Мен өзім Ұлытау облысы, Жаңарқа ауданы, Қарағаш ауылының тумасымын. Руым Нұрбай. Сол жыл Қарағаш ауылында туып өсіп, қазіргі таңда Қарағанды қаласында ат басын тіреп осы жақта тұрып жатырмыз. Сол өнер жолы қазақтың домбырасын, мол мұрасын иығымызға арқалап, қазіргі таңда өнер жолында қызмет етіп жүрміз. Сондай. Тамаша. Той басталар алдында сізде қобалжу бола ма? Оны қалай басасыз? Басында негізі тойды енді бастап жүрген кездері андай қобалжулар болатын, ал қазір уже үйренген жауатыспаққа жақсы дегендей, бірден қазір микрофон ұстап, итеріп жіберсе де уже сөз бастап кету кішкене оңайлыққа туып жүр. Енді қазіргі таңда бұл енді 10 жылдық тәжірибемен қазір осылай болып тұр ғой. Енді Алла қаласа болған алғы 10 жылдықта білмеймін, даже бұдан да жақсы болатын шығар деген үмітіміз бар. Тамаша. Асаба болуға сізге не түрткі болды? Бұл жолды қалай таңдадыңыз? Асабалық жолды енді ол қаннан берілген дүние шығар. Менің өзім әкем де сөзден осал жан емес, анам да бізде қазақтың домбырасын арқалап қазіргі таңда ән айтатын кісі болған. Әлі күнге дейін қазіргі таңда отырыстарда әндерін шырқап жүреді. Сол кісілердің қанынан келген дүние шығар. Ал асабалық жолға ең басында асабалуды мен нақты армандап келген адаммын. Кейбір адамдар асабалыққа бір тойдан келіп былай нетіп жатады, ал мен кәдімгідей армандадым асаба болуды. Кішкентай күнімнен асабалардың сөздерін жаттап, қарап, Нұржан Төлендиевті кумирім ретінде санап, сол кісілердің сөздерін жаттап, қазіргі таңда енді той саласында жүріп жүрміз. Тамаша. Тағы бір сұрағым, енді мүмкін басқа аймақтарға, басқа облыстарға шықтыңыз ба білмеймін. Қазір енді сұхбаттасып отырмыз ғой. Әр аймақтағы той мәдениетінде өздерінің айырмашылықтары бар ма? Сол жайлы айтып өтсеңіз. Әрине, әр елдің салты басқа, иттері қара қасқа ғой. Әр жақтың тойы да мүлдем басқаша. Біз мысалы осы жазда Қызылорда қаласына тойға бардық, сөйтсек ол жақта антракты жоқ. Ал Тараз жақтарда тойда болдық. Ол жақта өздерінің қызын бетін ашып жатса, қарамайды екен, бет ашардан кейін барып кіреді екен. Және әртүрлі енді бізде, ал негізі мен бүкіл жақтың тойларында Тараз, Шымкент, Алматы, Астана, Павлодар, Петропавл бүкіл жақта тойларда жүрміз ғой. Бірақ та негізі сараптай келгенде енді ол жерге бөлгенде емес, бірақ та тойдың отаны ол Қарағанды деп ойлаймын. Даже деген қалай болады екен? Тіпті солтүстіктің асабалар келіп, осы орталыққа той басқаруға келген кезде кәдімгідей багажымыз бітіп қалды деп айтып жатады. Өйткені бізде Қарағандыда бірінші столыңыз 3 сағат, екінші столыңыз 3 сағат, антрактыңыз 7 сағат той өтеді ғой. Ал Тараздарда 3 сағат, 4 сағатта той бітіп қалады. Ал тойдың ортасы мен ойымша ол Қарағанды. Және де ол Тараздарда естуімше кешкісін басталады, той 7-лерге, ал бізде Қарағандыда түскі уақыт, кешке дейін созыла береді, тойшыл қауым. Әрине тойлар үзілмесін. Күн батқанша ғой бізде той деген. Ал ол жақта кешкі той басталады, 3,5 сағатта бүкіл той бітеді ғой. Апыр топырмен шығып, әйтеуір басталғаннан аяқталған тез болып жатады. Шыны керек, осындай енді әр жақтың тойы ерекшелігі ғой, енді оны біз бөліп жарып жатқанымыз емес. Шынымен де солай болғандықтан біз соны айтып жатырмыз. Қонақтармен тез тіл табысудың құпиясы неде? Қонақтармен құпиясын білмедім даже. Тіпті ол жағдайда енді бізде ауызекі сөйлеу ауыласында ол енді кішкентайдан қанға сіңген қасиет деп білеміз. Кішкентай кезімізде өйткені әжелеріміз шелпек таратып, осылар таратып кел деген кезде сол үйдің кісісімен сұхбаттасып, сөйлесіп, қонаққа шақырған өзіне содан басталған дүние шығар. Қазіргі таңда кез келген адаммен енді көңіліне қарап сөйлесу бізге ондай қатты қиындық тудыртпайды.
Сізде мынандай жағдай болды ма, енді тойдың барысында жаңа қонақтармен келісе алмай қалған, мысалы қаржылық жағдай болсын, сізге белгіленген бір қаражатты төлемей қойған, немесе одан аздау төлеп қойған кездеріңіз болды ма? Болды. Ондай той болғаннан кейін неше түрлі жағдай болады. Енді бұл кезде сіз оны қалай шешесіз сондай уақытта? Ондай жағдайда шеше алсақ шешеміз, шеше алмасақ амалсыздан қайтасыз ғой. Былтыр болды, осы Қарағанды Ұлытау облысында бір тойларда болды. Полный ақшамызды ала алмай қалған кезіміз болды. Өкінішке орай, әрине. Былай күттік, звондадық, сонымен ақыры алмадық. Ол тойдың иесі жағынан қателік деп ойлаймын. Сіздер енді ең басында келісіп аласыздар ғой, біздің ондай. Мысалы бізге звондайды, Нұрислам, осындай күні боссыз ба? Осындай, боспыз. Келісіп алғаннан кейін жаңағындай уже бағасын бірден келісеміз. Сосын той аяқталғаннан кейін сол сумманы аламыз. Жаңағы тойларда енді болған бір-екі жағдайлар. Той иесі той ұнамағаннан емес. Администратормен ұрсып, соның зияны бізге тиіп кеткен кездер болған. Және қазір енді аш сушынды көп ішіп, солай бермей қалған кісілер де болған. Ондай көп. Той болғаннан кейін шетелде болады. Тамаша. Қызықты сұхбатымызды сәл осы жерден үзе тұрып, жарнамалық үзіліске кезек берейік. Достар, біз эфирге қайта оралдық. Бізде сәтті күн бағдарламасында қонақта Нұрислам мырза келіп отыр. Сізге қояр сауалым, бойыңызда асабалықтан басқа өнеріңіз бар ма? Енді жігітке жеті өнер де аз дейді ғой. Негізі мен асабалықты бастамай тұрып, кішкентай кезімізден күрескенбіз. Осы 2019-ға дейін күрес жолында жүрдік. Содан кейін тойға бет бұрып, өнер мен спортты қатар алып жүрдік та, содан қазір бірыңғай өнерге қарай бет бұрдық. Күрескенмін негізі, қазақ күресінен және дзюдо күресінен спорт шеберлігіне үміткер деген атағымыз бар. Қазіргі таңда табыс көзі осы асабалықтан келе ме? Қазіргі таңда 100% табыс көзі асабалық және той ұйымдастыру орталығы, сондай жетекшілік етеміз. Қазіргі таңда сол жақта табыс көзіміз нан тауып жүрік. Ол жерге адамдар жиі хабарласа ма? Әрине, қазіргі таңда көп адамдар көп басын ауыртқысы келмейді ғой. Ұйымдастырушыларға барлығын тапсырады да, өздері емін-еркін тойға қонақ болып келеді. Қазіргі таңда көп қой сондай. Сондықтан да қазіргі таңда той ұйымдастыру орталығын ашқан болатынбыз. Той под ключ деп айтып жатады енді біздің тілде. Тойды под ключ алып, қазіргі таңда әнші, жаңағы асаба бүкілін бір жерден алады. Өздеріңіз жаңа тойға шыққанда командалық жұмыспен барасыздар, командалық адамдар, ол жерде құрамында бишілер де кіреді. Әрине, полный команда. Мысалы, сырт жақтарға выездбен баратын болсақ, біз бір спринтердің ішінде 12 адам, 13 адам. Әншіңіз бар, видео операторыңыз бар, музыкантыңыз бар, бишіңіз бар, этно ансамбль деген нәрселер ғой. 12-13 адам бір команда болып барамыз. Тойымдасы орталық болып кіреміз, тойдан бірге шығып кетеміз. Бұл орталықтың құрылғанына қанша жыл болды? Бұл орталық негізі бұрыннан істеп жатыр ғой, бұрыннан жұмыс істейміз, бірақ та енді официально заңды түрде істеп жатқанымызға осы 1 жыл болды, Алла қаласа. Осы биыл 1 жыл жұмыс істеп жатырмыз. Нок Event тойымдастыру орталығы 1 жыл. Тамаша. Ол жерде өзіңіз жетекшілік етіп жатсыз ба? Өзім жетекшілік етіп жатырмыз, және өзімізде жұмыс істейтін жаңағы көмекшілерім бар, және координатор деп айтады. Сол кезде бір қыз жетекшілік жұмыс жасайды. Тамаша. Бізде ақпараттық үзілістен кейін қайта оралатын боламыз. Ардақты көрермен тыңдарман, біз эфирдеміз. Нұрислам мырза, есте қалған ең қызықты немесе ерекше той есіңізде бар ма? Әрине, онда жағдайлар көп болады. Бізде ерекше жағдайлар. Бір той болған бізде, өте ерекше, менің ерекше есімде қалатын той. Ол тойда себебі біз осы жақтан Қарағанды қаласынан бардық, бүкіл командамызбен. Сөйтіп ол тойда кешкі 4-те деп шақырылған той ғой. Біз енді ертерек барып, дайындалып нету үшін біз сағат 2-де барып алдық. Сөйтіп жаңағы балалар кешігіп, жол алыс болды ма, той иелері кешігіп, кешкі 11:30-да басталған той. Сіз 2-ден барып, түнгі 11:30-ға дейін күткен болатынбыз. Сол тойда өте ерекше той деп, ерекше есімде қалған сол той. Себебі біз сонда 9:30 сағат той күттік қой. Шынымен де ерекше жағдай, есте қаларлық. Есте қаларлық. Ондай жағдайлар көп болады тойдың үстінде. Әртүрлі жағдай болады. Жаңағы
кейбір тойларда айтатын әңгіме болады, кейбір тойларда айтпауға болатын әңгіме болады. Біз тойдың алдында той иесімен ғана жеке ақылдасып, мынандай кейбір адамның көңіліне тиетін әңгімелер бар ғой. Оқ еттен сөз сүйектен өтеді дейді ғой. Кейбір адамның сөзбен жүрегін жараламауға барынша тырысамыз. Себебі жаңағындай тойдың алдында той иесімен 1 сағат алдын кездесіп, осындай жағдайлар қалай нақты барлығын сұрап алып, сондай келісіп алатын жайымыз бар. Дұрыс. Жас асабаларға қандай кеңес бересіз? Мүмкін бізді қазір қарап отырған, асаба болуды армандап жүрген інілеріңіз бар шығар. Жас асабаларға кеңесім барынша жақсы креатив қой, қазіргі заман искусственный интеллекттің заманы ғой. Қазір барынша ерекшелікпен өзін жеке жанрын шығару керек. Себебі біреуге еліктеп асаба болып жатады ғой көп адамдар. Ол енді біреуге еліктегенмен сен барыбір ол адамдай бола алмайсың. Қанша еліктесең де ол адам сияқты бола алмайсың. Сондықтан да өзінің жеке тұлға ретінде қалыптастыру керек. Өзімен өзі. Ал сіз мысалы ол мен былай нетсе ол маған ұнамай қалады ғой, халыққа ұнамай қалады. Ал сіздің сол қасиетіңіз ерге ерекше өтуі мүмкін. Және қазіргі таңда көп байқаймыз, жас асабалар енді көріп жатасың, әртүрлі жаңағындай наличность деп айтып жатамыз ғой бізде. Адамның жеке шекарасына өтіп жатады, сондайды қою керек. Мен өзім ондайға мүлде жаным жат. Себебі мен ата мен әжемнің қолында өстім ғой. Ол кісілерге қарап сені көп адамның көңіліне қаяу түсірмеуге тырысасыз. Сондықтан да сол ең басты қасиет, ең басты адамгершілік. Тойда қанша жерден ақша тапсаңыз да адамгершілікті ұмытпау керек, жас асабалар. Тамаша. Белгілі бір сценариймен жұмыс істейсіздер ме? Себебі қазір тойда ерсі билер өте көп. Үлкен ата әжелеріміз отырады, мысалы ол жерде жас қыздар шығып алады да білгенін істейді. Сіздер оған мүмкіндік бересіздер ме солай істеуге? Әлде ол той иесінің тарапынан солай болсын деп айта ма сіздерге? Иә, ол негізі менің ойымша да ол ерсі қылық, жаңағындай енді Инстаграмнан, ТикТоктан, әлеуметтік желіден көріп отырамыз. Енді көп дүниелер бар. Ол кезде асабаның да қателігі деп ойлаймын. Сондай нәрсеге жеткізу ол асабаның қателігі негізі. Тым шектен шығып жатады. Шектен шығу, иә. Менің ойымша да ол, менің ойымша емес, бүкіл елдің ойынша солай шығар. Өйткені ондай асабалар дұрыс емес. Және кейде той иелері бізде мысалы бейжарыс мен мысалы ойнатпаймын. Екі адам, екі қыз бен ұлды жарыстырып, бейжарыс деген ол мен жеке басым, мен тойда ондай ойын ойнатпаймын. Ал кейбір той иелері болады. Давай бейжарыс ойнатшы деп. Ондай кезде біз түсіндіріп айтамыз, давайте одан да лучше мынадай ойындар бар бізде. Мынау қазіргі заман бейжарыс деген ол қай заманнан қалған ойын? Давайте мынадай ойнатайық деп. Асабаның міндеті ғой, той сіздің қолыңызда. Көшті кім бастап жүреді? Көш солай жүреді ғой негізі. Ал тойдың міндеті асабаның міндеті ғой. Қай жағынан қарағанда да тойды қалай өткізетіні ол асабадан. Мүмкін олар жаңағындай сол арқылы хайп деп айтамыз ғой, қарап пиар. Солай өзіне көрермен жинағысы келе ма, енді ол жағын білмейміз. Әлеуметтік желі сіздің жұмысыңызға қалай әсер етеді? Әр жүргізген тойыңызда сіз соған салып отырасыз ба? Иә, әрине. Қазіргі таңда менің тойларымның 100% тойымның 80% Инстаграм арқылы келеді. Инстаграмнан, сізді Инстаграмнан көрдік, сізді мына жерден көрдік. Енді бізде тойда в основном сарафанный реклама дейді ғой. Бір тойдан көреді, сол тойдың үстінде номеріңізді алып кетеді. Енді ондай тойларда көп болып жатады, бірақ та көп жағдайда мен 80% тойым ол Инстаграм арқылы келеді. Инстаграм жүргізу арқылы жаңағындай тойларды салып отырасыз, қызықты сәттерін. Енді біреудің құлап жылап атқанын салмайсыз ғой, әрине. Елдерге күлкілі, жақсы моменттерін тойға салып отырамыз, сол Инстаграмға. Сол арқылы клиенттер келеді. Тамаша. Қазіргі асабалар арасында бәсекелестік бар ма, әлде әркімнің өз стилі қалыптасқан ба? Қалай ойлайсыз сіз? Әрине қазір бәсекелестік ол бәрібір болады. Бірақ та адамның жеке бір жақсы көретін дүниесі болады ғой. Бір тойда мысалы кейбір адамды мысалы әдемі билейді деп жатады, кейбір адам мынау күшті харизматичный деп айтып жатады. Бірақ та енді бәсекелестік бар, бірақ та әркімнің өзінің нығметі де бар ғой. Алладан келіп тұрған. Ол біреудің тойына біреудің таласады деп ойламаймын. Бірақ та қазіргі таңда асабалар өте көп. Иә, оған келісемін. Әзіліңізбен халықты, қонақты ренжітіп алған кезіңіз болды ма? Ондай жағдай көп. Есімде жоқ нақты. Бірақ енді ол ренжітіп алу деп айтама. Бір тойда бір кісіге Светлана алшына сыйлықты деп алып қалай айтқан кезде мен атым Светлана емес, мен атым Жанар деп айқайлап кеткен кісілер болған. Бірақ та енді ондай жағдай көп болған жоқ. Біреуді ренжітіп алып, маған кеп ренішін айтып, ондай жағдайлар 90% болған жоқ, 95%. Асабаның сөз саптауға дикциясы маңызды ма? Қалай жаттығасыз сіз? Әрине, иә, ол маңызды ғой. Сізге сөйлескен кезде құлағыңыздың құрышын қандыратындай әңгіме айтып тұрса,
әрине жақсы. Ал енді мен былай дикциялық нәрседен жаттығудан өттім деп айта алмаймын, бірақ та мектеп кезінде оқып жүрген кезде жаңағы менің өзім сынып жетекшім қазақ тілі әдебиетінің мұғалімі болған Тұрсынай деген кісі. Біз Мұқағали оқулары, Абай оқулары дегенге қатысып, сол кезде өлеңді мәнерлеп оқу, соның барлығын бізге түсіндіріп үйрететін мұғаліміміз. Солдан қалған дүниемен, сол жасалған фундаментпен деп айтып жатады ғой, солмен тойға кірдік. Енді барлық адамның есінде шығар, мүмкін асабалыққа ең алғаш шыққан кезіңіз есінде ме? Қобалжу, жаңағындай уайымдап, сондай кездер. Иә, есімде. Ол бізде 2016 жылы менің ең жақын достарым бар. Сол кісілермен бірге той алғанбыз. Ол еще Қарағанды қаласынан емес, Саршаған деген Приозерск. Иә, Балқаш жаққа. Ең алғашқы тойымыз, және 300 адамдық той алып алғанбыз ғой. Ұзату той. Қорықпай дейсіз ғой. Қорықпай. Сонымен ол тойды үшеуміз басқарып шықтық. Ол қасымда жаңағы бір жігітті музыкант қылып алып бардым, бір жігітті жай қасымда көмектесіп отыр деп. Өйткені үшеуміз де тойда жүретін адамбыз, үшеуміз де фотограф болғанбыз сол кезде. Және бірге күрескеніміз өзім достарым ғой. Сол кісілер біреуі айтып отыр, былай айт деп, Нұрым деген досым. Соны айтқанымен басқарып отырдық, бірақ той өте жақсы өтті. Сол тойдан кейін сол әулеттің 3 тойын басқардым. Осы биыл былтыр екен ғой, уже декабрьдің 21 әсесінде, желтоқсанда сол кісілердің тағы бір тойын басқардым. Тамаша. Мысалы, кездесетін шығар, бір таныстардың арасында тегін жүргізіп берші тойды деп айтатын кездер бола ма? Әрине. Ондай, енді біз көкейге тәкаппарланбаймыз. Егер жақсы сыйлас, дәмдес жандар болады ғой, ондай кісілерге звондайды: Нұрислам, мен осындай күн осындай тойым бар еді, қуанышым бар еді деп. Ондай болса, бір ауыз сөзің, барамыз, қайтамыз. Жылдан жылға той мәдениеті дамып жатыр ғой. Жаңағы адамдар той жасаудан жарысып жатыр ма, бірінен кейін бірі асып жатыр, иә? Сол үшін соған көзқарасыңыз қандай? Той мәдениетінде қандай өзгерістер байқалады? Қазіргі таңда 2025 жылы ерекше байқадым. Біздің қазақтың тойында ысырапшылдық көбейіп баратыр негізі. Бәсекелестік деп айтамыз ба, жаңағындай енді. Ел айтсын, иә, мынаудан асып түсу, мынадан кем қалып қоймайын. Енді қазіргі таңда қазақтардың 70% тойды несиеге жасайды ғой. Енді мүмкін той өз-өзін жабат деп ойлайды, және осы күнге дейін жиған терген бала шағасының алдында садақа ғой, бүкіл кісінікі. Бала мынауның алдында көңіл түспесін, мынаның алдында мынандай болсын. Бүкіл жағдайда, ондай жағдайға негізі қаражаттық жағынан қиындық тудыра ма? Оған көндігу керек менің ойымша. Сіз мысалы біреуге ақшаңыз жетпей тұр ма? Басқа нәрсені жалдау керек, арзан жағына қарай жұмыс жасау керек. Менің ойымша несиемен той жасау өте қателік. Сонымен қатар жыл сайын торт дейміз ғой, жастардың бәліші жылдан жылға үлкейіп бара жатыр, иә? Жылдан жылға көбейіп бара жатыр, иә. Бір жылдары машинамен келетін сияқты тойға. Көбейіп бара жатыр, шынымен үлкейіп бара жатыр. Алдында өтірік айтпайын енді. Кем дегенде столыңыз жерден бір 90 сантиметр болса, соның үстінде бір 2 метрлік торт тұр ғой. Оның торт енді ол жаңағы капроннан жасалған торт, бірақ сыртында ғана кішкене жері бәліші бар. Жаңағындай. Ол енді білмеймін, қателік сияқты мен ойымша даже. Тіпті сол бәліш үшін 2 жас ұрысып қалған кез болған, өзіміздің танысымыз. Енді айтып жатқаныма ренжімес, осы орайда реті келіп тұр ғой, жастарға үлгі болсын деп жатқаным ғой. Ең бастысы ол жердегі торт емес, ол жердегі дастархан емес, 2 жастың бір-біріне деген махаббаты қалады. Соны үлкен тортты сен алмадың деп қыз тұрмысқа шықпай қойған, ерегісіп. Қазір ол ағам үйленді, 2-ші рет басқа қызға. Атын айтпай ақ қойын, ермек деп десеңші. Сондай жағдайлар болып тұрады енді. Енді сөйтіп ағам деп сіз бастап айтып қойдыңыз ғой. Жақсы енді. Ондай жағдайлар көп болады. Жаңағы тойда менің мынадай жағдайлар болған тойда. 2 жастың махаббат вальсі бар ғой. Екеуі андай түтіннің арасында әдемі болып билеп, сондай жағдайлар болып жатқан кезде қыз ренжіп қалған кездер болған. Мен мына әнге билегім келмеді ғой. Неге маған Айқынның сүйгенім деген әнін қоспадыңдар деп. Сондай жағдайда кәдімгідей айқай шу болған жағдайлар көп болады бізде. Иә, ол кезде олар өздерін емес, сол жерде жаңағы оқиғада өзінің әке-шешесінің жүрегі ауырып, ұйықтай алмай, ел жұрттан ұялып, қаншама халықты шақырып қойған, қыз отказ беріп, мен шықпаймын деп сөйтіп отырып алды. Үлкен кісілер барып, көндіріп жатса да, жарайды, ол ең бастысы торт емес десе де, қоймай дегенді істеймін, дегенді істетпесем, мен саған тұрмысқа шықпаймын деді. Содан кейін үлкендері ақылдасып, енді бұл келін болатын қыз емес, енді әлден осындай билік жүргізіп жатыр, келмей жатып деп ол қызды
алдырмай қойды енді. Ол қыз да шығуға уже қарсы болды ғой енді, торт алып бермейтін, айтқанын сол қыздың айтқанына көндікті ма? Иә. Сондай жағдайлар өте болып тұрады. Өкінішке орай, әрине. Бірақ ондай жағдайда өте қиын. Ондай жағдай өте қиын. Асабаға да, той иесіне де, тойдың үстінде жаңағындай жағдай болып жатса, өте ауыр. Ауыр. Көпшілік алдында сөз сөйлеу сізге қиындық тудырмай ма? Жоқ, қиындық тудырмайды. Мүлде қиындық тудырмайды. Алдына шығып, халыққа сөйлеп, егер айтып тұрғаныңыз жаман нәрсе болмаса, ол неге қиындық тудыру керек? Иә. Белгілі бір талаптарыңыз бар ма той иесіне қоятын? Мынандайлар болмасын деген сияқты өздеріңіздің тізімдеріңіз? Ондай талаптар менде әзірге жоқ, бірақ та енді қоятын талабымыз тілек барынша аз болса екен деп қоятын талабымыз бар. Қазіргі таңда 2025 жылы бүкіл тойлардан 5 тост немесе 6 тост, одан көп тост мүлде жазырып жүрген жоқпын. Менің қоятын талабым сол. Тілекке шықпадық деп ренжіп қалатын адамдар да болады, сондықтан барлығын шығарып қойып жататын кездерде болады. Негізі шынымен де әр тостан бір үлкен адамдары әулеттің шықса, иә, нұр үстіне нұр болар еді. Әрине, ол жерге бүкіл адам тілек айтуға келеді, нақты ішкі жүректерін, лебіздерін арнауға келеді. Бірақ та енді әр жанның жүздері, жүректері бөлек болғанмен әулетке тілеп келген тілектері бір ғой. Ешкім жамандық тілеп келмеген айдан анық дүние. Егер жамандық тілеп келетін болса, ол кісі келмес те еді ол тойға. Сондықтан да ол айтады ғой өзі, қандай жерде сөйлейтініңді бір, кімге сөйлейтініңді біл, қалай сөйлейтініңді біл, ең жақсысы сөйлемейтін жеріңді біл дейді. Енді әулеттің үлкендері тұрған кезде бас шығып кішкентай жігіттер сөйлеп жатқан ол үлкен қателік. Және тойда жаңағы біздің қарағанның тойы ойындар көп болып жатады қазіргі таңда. Тойымыз жиналыс емес, бір андай концерт көріп, ән тыңдап, би билеп, ойын ойнап, жиналыс емес, бір демалыс той болып өтсе деген талаптарымыз бар. Тамаша. Асаба болу үшін адамда қандай қасиеттер болу керек? Асаба болу үшін адамда ең басты қасиет адамгершілік болу керек. Егер адамгершілігіңіз болмаса, сіз адам сыйлай алмасаңыз, одан асабалық шықпайды. Және асаба болу деген ондай қатты қиын дүние емес. Егер сөйлей шешен боласың, көре көсем боласың дейді ғой. Сөз сөйлеп, елдің алдына шығып сөз сөйлеп, жақсы елдің ықылас лебізін алып жатсаңыз, және ол қиындық тудыртпайды. Және жаңағы айтып жатқаныңыз, асабада бірінші тілдік байлық болу керек, және барынша негізі оқу керек. Мынандай жерде мысалы кейбір адамдар менің руым туралы айтшы деп жатады. Менің руым туралы айтшы, мені елдің алдында марқайтып қойшы, абыройымды көтеріп қойшы деп. Ал егер сіз оқымаған болсаңыз, сіз ол ру туралы білмейтін болсаңыз, не айтасыз? Ештеңе айта алмай қаласыз. Сондай кезде негізі барынша ізденіс керек қой. Адамға ізденіс болып жатса, сіз ол әулеттің танитын болып жатсаңыз, нұр үстіне нұр. Және әулет танитын адамдардың тойын басқару өте жақсы. Біздің сұхбатымыз соңына жетіп қалыпты. Сізге қояр соңғы сауалым, болашаққа жоспарларыңыз қандай? Өзіңізді 10 жылдан кейін қалай елестетесіз? Болашаққа қазіргі таңда ең басты жоспар үйлену болып тұр. Одан кейін жеке басымның жоспары. Ал одан кейін жоспарлар өте көп. Той саласын барынша өзіміздің жеке талаптарымыз бар ғой, сондай той өткізуге, болашақта Алла қаласа тойдағы қазақтың тойын жақсартуға барынша үлес қосамыз. Алла қаласа тойдың жақсы өтуіне, қазіргі таңда сіз жаңағын айтып кеткеніңіздей, ондай тойларды мүлде қазақтың тойына алып тастап, тек салиқалы жақсы тойлар өтуге қарай бетбұрыс жасап жатырмыз. Тойға барынша өзіміздің жанрды әкеліп жатырмыз. Үйленбегем деп қалдыңыз. Үйлену үшін қыз керек. Сіздің басыңыз бос па? Иә, бос. Онда бізді көріп отқан көрермендер қыздардың құлағына алтын сырға, кереметтей 8 қырлы, 1 сырлы жігіт екен. Сондықтан таныссаңыздар болады. Я, қымбатты көрермен, тыңдарман, бізде ақпараттық үзіліс, содан кейін бағдарламамызды қорытындылайтын боламыз. Я, құрметті тыңдарман, біздің осымен өз сұхбатымыз мәресіне жетті. Нұрислам мырза, уақытыңызды бөліп, студиямызға келіп, ашық әрі қызықты сұхбат беріп, өз ойыңызды, тәжірибеңізді бүкпесіз бөліскеніңізге рахмет айтамыз. Әр сөзіңізден кәсіби шеберлік пен жүрек жылуын сезіндік деп ойлаймыз. Тойларыңыз көп, тыңдарманыңыз мол болсын. Шығармашылығыңыз шалқып, халықтың алғысына бөлене беріңіз. Егер тыңдармандарға, жақындарыңызға айтар сәлемдемеңіз болса, мархабат. Сіздерге көптен көп рахмет. Мені осындай жеке басымды сыйлап, өнерімді сыйлап, орталарыңызға шақырып сұхбаттасқандарыңызға, ашық әңгіме айтып, көптен көп рахмет сіздерге. Барша алғысымды қазақ еліне, қазақтың халқына айтамын.
көптен көп рахмет осылай мені төбелеріңізге көтеріп жүргендеріңізге. Қазіргі таңда асаба болып елдің арасында жүру ол білден бір халықтың арқасы. Халықтан басқа ешкімге алғысымды айта алмаймын. Бірінші әуелі Алла, одан кейін халықтың арқасы. Тамаша. Ал құрметті тыңдарман, көрермен, бүгінгі сәтті күн бағдарламасының бірінші шығарылымы осымен өз мәресіне жетті. Бірақ сәтті күн бағдарламасын алда екінші сағатында қайта қауышатын боламыз. Сондықтан арнамыздан алыстамаңыздар.